Сәлем достар, экгнің 3-ші бөлімі. Бүгін аритмияларды талдайтын боламыз. Жалпы аритмиялардың мынандай түрлері бар, яғни синустық, бұл ритмнің, яғни синустық түйіннен шығуына байланысты синустық тахикардия, брадикардия, синустық аритмия деп бөлінеді. Және де синдром слабости синусного узла деген бар, және де экстрасистолалар, бұл өзінің орналасуына байланысты жүрекшелік, атриовентрикулярды қаншалық деп бөлінеді. Проксималды тахикардия, трепетание, фибрилляция бар, және жүрек өткізгіштігінің бұзылысы, яғни блокадалар тағы басқалар жатады. Жалпы жүректің ритмі бұл 60-тан 90-ға дейін деп есептелінеді, яғни 90-нан асатын болса бұл тахикардияға жатады. Синустық тахикардия бұл 90-нан 150-180-ге дейінгі минутына ритмнің болуы, бұл және де синустық осындай синустық п түйіншелерінің болуы, бұл синустық тахикардияға жатады. Оның ритмнің қандай болуын өткен сабақта айттық, яғни бұл РР түйшелерінің аралығын санайтын боламыз. РР 60 бөлінген, РР-дің аралығы көбейтілген, яғни 25 мм секундына болса 0,0-ден 4-ге, ал 50 мм секундына болса 0,0-ден 2-ге көбейтеміз. Содан кейін осындай ритм шығады. Енді синустық брадикардия, бұл өзі айтып тұрғандай өзі синустық ритм сақталады, бірақ минутына 60 реттен төмен болады, яғни максимальный 59-ға дейін. Бұның аралығы, яғни РР-дің аралығы, бұл өте жоғары болады. Яғни ЧСС-ті есептеген кезде, бұл кезде максимальный 59-ға дейін болу керек. Яғни 50-49 осылардың барлығы синустық брадикардияға жатады. Синустық аритмия, яғни бұған осы тыныс алулық ритмия жатады. Яғни бұл тыныс алу кезде және тыныс шығару кезіндегі осы РР-дің арақашықтығының өзгеруіне байланысты болып келеді. Бұл дегеніміз көбінесе жастарда, балаларда кездесуі мүмкін. Яғни тыныс алған кезде бұл екеуінің аралығы, РР-дің аралығы жақын болады. Ал тыныс шығарған кезде РР-дің аралығы ұзарады. 1-2-3-те айтылып тұрғандай 0,100-ден 50 секундына болса, ал мына жақта тыныс шығарған кезде 0,100-ден 70 болып тұр. Және де осы қатарға синустық түйіннің әлсіздігі синдромы жатады. Бұның, яғни сипаттамасын айтатын болсақ, бұл синустық брадикардия стойкий дейді, мысалы әрқашан болады. Одан кейін синустық синатриалда түйіннің блокадасы болады. Бұл жерде көбінесе синдром брадитахикардия кездеседі, брадикардия, тахикардия, бірақ көбінесе брадикардия түрінде кездеседі. Бұндай науқастарға кардиостимулятор қолданылады. Одан кейінгі экстрасистола, бұл жүректің ритмнің қалыпты болып келе жатқандағы аяқ астында, яғни өзінің ритмнің пайда болуы. Мысалға мына жерде РР, мына РР, ал мына РР екеуін салыстыратын болсақ, екеуі екі түрлі. Ал мынаның жоғарысында, мысалға мына жердегі R мен мына R1 дейді, ал мына жердегі R басқа бөлек. Яғни бұл жердегі, яғни қозу, яғни жүректің жиырылуы, бұл негізі былай реттен болу керек. Ал бұл уақытынан бұрын жиырылып тұр, сондықтан бұл экстрасистола. Бұның өзінің синустық атриовентрикулярда және де қарыншалық түрлері бар. Яғни оның осы QRS комплексінің бұзылысына байланысты, яғни осы QRS-тің мынандай формасының өзгеруіне байланысты, немесе п-түйшелерінің болмауына байланысты, сол сияқты өзінің сипаттамалары бар. Одан кейін проксимальды тахикардия, бұл жүректің ритмінің 140-250 аралығында болуы. Яғни бұл кезде п-түйшесінің болуы да болмауы да мүмкін, яғни бұның екі түрлерін қарастырады, суправентрикулярлы және де қарыншалық. Суправентрикулярдың ішінде осы жүрекшелікте атриовентрикулярлы түйінге байланысты проксимальды тахикардия осы бөлімнің ішіне кіріп кетеді, осы жіктеудің ішіне. Ал қарыншалық бұл өз алдына, яғни бөлек. Оның ерекшелігі, мысалы қарыншалықта бұл мысалға QRS комплексі. QRS комплексі қарыншалардың қозуын білдіреді, яғни осы проксимальды тахикардия осы қарыншалық түрінде осы QRS комплексі ғана анықталады. Ол кездегі п-q-дің анықталуы өте қиын, яғни анықталмайды десек те болады. Мысалы мына жерден п-q-rs-ның қандай екенін білмейміз, яғни тек қана қарыншалық қозу ғана бар, болды. Сондықтан бұны қарыншалық проксимальды тахикардия деп аталынады. Яғни бірақ та полный ЭКГ көрінісіне байланысты басқа да жүректің аритмиялық бұзылыстары мен дифдиагностика жасауымыз керек, яғни дұрыстап анықтауымыз керек. Бұны мысалға басқа да трепетание, фибрилляция, солармен де шатыстырып алуымыз мүмкін. Трепетание жүрек дірілі, бұның жүрекшелік және қарыншалық формалары бар. Трепетание дегеніміз бұл 200-ден 400-ге дейінгі минутына жүректің жиырылуымен көрінетін осы аритмиялық көрінісі болып табылады. Бұның ерекшелігі мысалы
трепетание предсердий жүрекшелік трепетание кезінде бұл кезде F тішелері пайда болады. Бұл жерде мысалы мынау Т тіше деп алатын болсақ, мыналар F тішелер. Но F тішелер мысалға, яғни бұл жердегі айырмашылық жүрекшелік және қартыншалық трепетание айырмашылығы жүрекшелік трепетание кезінде бұл QRS комплексі дұрыс және де RR аралығы дұрыс болып келеді, яғни ритм дұрыс. Тек қана осы жерде араның жүзі тәрізді F тішелері пайда болады. Ал мына жердегі қартыншалық трепетание кезінде бұл кезде яғни қартыншалардың қозуы QRS па, осы QRS комплексі жаңа айттық қой 200-400 рет деп, яғни соншалықты осынан қозу көрінеді. Бұл жерде ешқандай P тішесі көрінбейді және QRS комплексінің қайсысы қандай тіше екені де толық анықталмайды. Яғни мысалы мына түрі жаңа проксимальды тахикардияның қартыншалық түріне ұқсас, яғни соның барлығын айырып білу керек. Фибрилляция немесе мерцание деп аталады. Бұл жүректің ритмінің бұзылса, яғни бұл 300-ден 700, яғни 300-700-ге дейін ритм пайда болуы мүмкін. Бұл трепетание қарағанда, бұның жүректің жиілігі бұл трепетание қарағанда жоғары болып келеді. Және де айырмашылығы осы ритм дұрыс емес, яғни RR тішелерінің аралығы әртүрлі. QRS комплексі яғни неправильный формада, дұрыс формада емес. Одан кейін трепетаниеден айырмашылығы бұл жерде, яғни трепетаниеде ара тішелері С тәрізді үлкен F тішелері болса, бұл кезде кішкентай F тішелері пайда болады. Ағылшынша кішкентай F тішелері. Одан кейін жаңа QRS комплекс айттық, деформациясы және де оның ұзаруы, яғни жиырылуының ұзаруы пайда болады. Яғни фибрилляцияның да осы жүрекшелік қартыншалық типтері бар. Жүрекшелік типте бұл біздерде трепетание секілді F тішелесін байқаймыз, бірақ кішкентай F тішелері. Кішкентай F тішелері. Және де QRS комплексін көреміз, бірақ оның деформациясын да анықтауымыз мүмкін. Одан кейін RR тішелерінің аралығы әртүрлі. Қартыншалық фибрилляция кезінде бұл кезде осы QRS комплексі, яғни оның бір-бірімен порядкасы келмейді. Яғни алдыңғы QRS комплекс, содан кейінгі QRS комплексімен ешқандай ұқсамайды. Яғни сол арқылы бұл трепетаниеден ажырата аламыз. Мысалға, трепетание, қартыншалық трепетание кезінде міне бір-біріне ұқсас, ал мына жерде ұқсас емес. Яғни және де QRS комплексінің формалары әртүрлі. Деформациясы, үлкеюі, ритмінің өзгерісі бар. Ал мына жерде ритм почти қалыпты. Қартыншалық трепетание мен қартыншалық фибрилляция бұл адам өміріне өте қауіпті кезең болып табылады. Яғни бұл клиникалық өлім кезінде де анықталуы мүмкін. Яғни бұл кезде науқасқа өте жедел көмек көрсетілуі қажет.